Әділет сот соты мекемесі 2019 жыл қыркүйек айында Бейнеу ауданында құрылған. Мекеме өз қызметін 2020 жылдың қаңтар айында сүт өнімдерін өндіріп бастады. Сұраныстың ұлғаюына байланысты 2020-2021 жылы осы Бейнеу аудандық әкімдігінің қолдауымен және де даму акционерлік қоғамының қолдауымен Қазақстан халық банкінен 320 миллион несие алып, және де құрылтайшының өзінің жеке инвестициясы 205 миллион ақша салынып, тәулігіне 15 тонна шығаратын сүт өнімдеріне арналған арнайы құрылғылар сатып әкеліп осы зауытқа орналастырылды. Осы 2022 жылдың мамыр айынан бастап зауыт толығымен іске қосылды. Қазіргі таңда осы қыркүйек айынан бастап зауытта қосымша 25 адам жұмысқа алып, барлық саны 56 адам қазір қызмет атқаруда. Қазіргі таңда қосымша қосылған цехтарымыз бар. Ол шұбат қабылдайтын, сиырдың сүтін қабылдайтын, осы қайта өңдеуге осы Бейнеу ауданында орналасқан шаруа қожалықтарынан түйенің және сиырдың сүттерін келісім бойынша келісімшартқа отырып қабылдаймыз. Қазіргі таңда шығарылатын өнімдердің барлығы осы Бейнеу ауданында және де Ақтау қаласында орналасқан дүкендермен Бейнеу ауданында және Ақтау қаласында орналасқан дүкендер мен супермаркеттер пайдаланылады. Шағын маркеттерде. Шығарылатын сүт өнімдерінің барлығы сертификатталған және де осы аудан көлеміне және Ақтау қаласына жеткізіліп, дүкендерге, шағын маркеттерге жеткізіліп отыр.